Өмірде мына қаржы жағына келген кезде үйде кімнің бәсі жоғары? Кімнің қалтасында ақша жүреді? Кім ақшаға байланысты шешім қабылдайды? Енді шынына айтатын болсақ, ақшаға қатысты шешімдерін қабылдайтын мен. Жалпы тек қана өз үйімде ғана емес, жалпы бауырларымның арасында ақшаға қатысты шешімді мен қабылдаймын. Одан кейін барып ақшаға қатысты көптеген жаңағы бауырларымның сұрақтарына жауап беретін, жалпы қаржылық сауаттылық аясында оларды үйрететін осы мен. Бірақ соңғы кездерде кішкене соңғы 2-3 жылдықта жаңадан сана сезіміме басқа да бір ойлар келіп, өзімнің ағам болған, мен жалғыз ағам қайтыс болып кетті, қазір артынан 4 баласы қалды. Баяғыда бірінші звоноктан көмектесе беретінмін. Мынаған бере салшы, 2000 теңге бере салшы, 5000 теңге бере салшы деп. Ең қиын нәрсе маған болған осы қаржылық сауаттылық аясындағы өзімнің бауырыма жоқ деп айту. Мен неліктен өз бауырыма жоқ деп айтам, әзір де жоқ деп айтам. Неге десеңіз, біріншіден иә деп айта отыру, мен оны өсірмеймін. Ол сол қателігін әрі қарай жасай береді. Мен бір күн бармын, ертең жоқпын, білмеймін ғой қанша уақыт мен болатын. Мен барымда ол өз қателігін жасап, өз қателігін мойындап, өз проблемасын өз шешу арқылы өссін деймін. Мен бір статьяны оқыдым. Бір әлемдік бестселлер кітаптың ішіне жазған екен. Біреуге көмектесе отырып, сен биік болам деп ойлама деп жазылыпты. Сол кезде мен басыма тарс ете түсті. Және де қазір мақалдар бар ғой, мына балаға балық берме, қармақ бер деп. Сондай бүгінде өзім де сол тұжырымда жүрем. Сондықтан қаржыға қатысты бүкіл сұрақтарға да, жалпы қаржыға қатысты жоспарлау да барлығы осы менің мойнымда. Әсел, бірақ енді несін жасырайық? Осы мінезіңмен, жоқ деген мінезіңмен кімге жақтың? Жақпай қалады ғой адам. Иә, жақпайтын адамдарға да көп болдым. Жалпы менің заңгер болмауымның түпкі бір себебі басқада екен. Анамның соңынан кейін айту бойынша. Ол маған айтқанда айтты, сен мынандай тік мінезіңмен, батыстық жаңағы тік айтуыңмен көп адам сені дұрыс түсінбей қалуы мүмкін. Және де сенің шындығыңмен де сен заңгер болады деп ойламаймын деп. Сол мамам солай ойлаған екен. Сындырып жібереді деп ойлады. Сындырып жібереді. Сен жүйеде болуың керек та, сен жүйенің адамы емессің дейді, сен шындықтың адамысың деп. Қандай дана. Сол кездегі менің бір түсінгенім, үйде де жалпы ақшаға қатысты азамат соғыстар болып тұрады. Ол нормально, бауырлар арасында да болып тұрады. Әкеме де әлі күнге шейін айтамын, 75-ке келсе де осы алдыңғы аптада барып келдім. Көбіне ұнатпайды. Бауырларымда ұнатпайды, артық айтсам бір нәрселерді жаңағы қазір алдап айтам, қазір ұрыспай айтамыз ғой енді мүмкіндігінше. Жұмыста да көп адамға тіке мінезім ұнаған жоқ, бірақ Алла тағала да уақытта бәрін өзі реттейді екен ғой. Сол өзіме тән адамдар, мені дұрыс түсінетін, қалай бармын солай мені қабылдайтын адамдар өмірімде көп.